Жолтай Әлмашұлының пікірі. Екі жастың Абдрахман мен Шығаның жаңа өмірге, өзгеше тірлікке ұмтылуы шынайы көрсетіліп қана қоймайды. Мұнда ескі мен жаңа тартысы айшықталады. Оны тағы да замана тұрғысында, тіршілік жағдайында емес, адамның ішкі жан дүниесіндегі жаңару бейнесінде көрсете алғандығы. Профессор Самшия Бану Сатпаеваның пікірі. Қазақ даласының шындығын тарихи тұрғыдан да жақсы таныған шәкәрім екі ғашықтың өмірлік трагедиясын бүкіл трагедиямен шебер жалғастырды. Менің ойымша, екі шығарманы салыстыра келе, Бейімбет Майлиннің хикаяты және Шәкәрім Құдайбердіұлының дастаны өмір шындығын тарихи құндылықтармен айқын және шынайы көрсетуде. Мен оны былай түсіндіремін. Шығармалардағы бас кейіпкерлердің тағдыры феодалдық қоғам және салт-дәстүрдің әсерінен трагедияға ұшырады. Оны мен мына факторлар мен мысалдармен дәлелдей аламын. Екі шығармаға қатысты зерттеушілер Жолтай Әлмашұлының пікіріндегі ескі мен жаңа тартыста айшықталады және Сатпаеваның екі ғашықтың өмірлік трагедиясын бүкіл трагедиямен шебер жалғастырады сөздері дәлел бола алады. Осыған байланысты біз мынадай қорытынды шешімге келдік. Екі шығарма да қазақ әдебиеті тарихында мәңгілік мұра.